Жаңбыр неге жаумады? Баяғы өткен заманда жауын жаумай, өзендер тартылып, көлдер сарқылып, бұлақтар суалып, қара жер қуарып, малдар жұтап, халық әбден қиналып елі жұт болыпты. Халық ауыл-ауыл болып Алладан жаңбыр сұрап тасаттық беріпті. Бірінші тасаттықта жауын жаумапты. Қайта аспандағы азғана бұлтты жел айдап кетіпті. Ауыл үлкендері тасаттыққа дәретсіз келген адамдар болды. Жауын содан жаумады деп бәтуа жасапты. Екінші рет ауылдың бәрі дәреттерін алып тазаланып келіп, тағы да тасаттық беріпті. Бірақ жауын жаумай, ет жей бергенде шаң көтеріліп кетіпті. Көрші ауылдан келген молда, сендер тасаттықтың намазын оқымадыңдар, бәрі содан болды депті. Ауыл ақсақалдары дұрыс екен деп мақұлдасыпты. Үшінші рет ауыл болып тасаттық намазын оқып, тасаттықтың барлық шарттарын орындап, үшінші рет қайта тасаттық жасапты. Бірақ тасаттықтан соң дауыл тұрып, көз көрсетпей ала шаң борапты. Амалдары таусылған ауыл ақсақалдары тағы жиналып ақылдасып, көрші ауылдағы Құран ашатын 90 жастағы ақсақалға барыпты. Қария дәретін алып келіп, Құран ашыпты. Ақсақал, ауылдарыңда бір жетім бала бар екен. Сол бала тасаттық сайын жауын жаумасын деп Аллаға жалбарынады екен, депті. Алла сіздердің емес, жетім баланың тілегін қабыл алып тұр. Ақсақалдар мүмкін емес деп шошып кетіпті. Бәрі жиналып әлгі жетім баланың үйіне барыпты. Ей, сен бала, неге жауын жаумасын деп жүрсің? Ауылға не өкпең бар деп сұрапты. Сол кезде әлгі жетім бала: менің жасым 10-да, бір іні, бір қарындасым бар. Ата-анамыз қайтыс болғаннан бері біздің үйдің есігін ешкім қараған емес. Үйіміздің төбесі тесік. Жауын шықтаса, жататын жер таба алмаймыз. Жауын жауса, үйдің төбесі құлап кетер ме деп, түнімен ұйықтамай қорқып жылап отырамыз. Сіздер Алладан малдарыңыз үшін жаңбыр тілейсіздер. Біз жетімдер, жандарымыз үшін Алладан жауын жаумас екен деп тілек тілейміз, депті. Жетім баланың жауабын естіген ауыл ақсақалдары кірерге жер таба алмай қатты ұялыпты. Келесі күні ауыл болып жабылып, үйдің төбесін қайта жауып беріпті. Үйдің төбесі жабылып бола бергенде ақ жаңбыр жауа бастапты. Содан сылбыр жауын 3 күн 3 түн тоқтамастан жауыпты. Жер көгеріп, мал семіріп, ауыл халқы молшылыққа кенеліпті. Жерде жетім налыса, көкте періште қайғырар деген осы болар бәлкім. Ақиқаты керек, соңғы кездері адамдардың пейілі тарылып бара жатқанға ұқсайды. Қазір қаншама жетімдер жылап жүр десеңші. Жәнібек Қожық, Маңғыстау облысы, 10 ауылы.